Мен үнемі Хабибтан үлгі алып жүрдім. Ол жігіт ислам дінін осы спортқа әкелді. Әлемде дін жайлы оның ісі арқылы біле бастады. Сондықтан мен де сондай болғым келеді. Әне ол мұсылман, ол боқтамайды, бетеді, сөйтеді деп, діннің қандай екенін көрсететін жігіт болғым келеді. Әзірде мен чемпион болдым, бәрін жеңдім, бірақ... Иә, Шафқат келесі болуы мүмкін, бірақ ол шынымен лайық па менімен жекпе-жекке? Әлде Усман лайық па? Әзір бір нақты лайықты бірінші нөмерлі үміткер жоқ. Мен болсам өз кезімде лайықты бірінші нөмерлі үміткер болдым. Шафқат не істеді? Томпсонды жеңді. Ал мен Томпсоннан кейін тағы да 4 жекпе-жекті өткізіп жеңдім. Сондықтан әзір лайықты бірінші үміткер жоқ. Мен Гилберт Бёрнсті жеңген кезде ол бірінші нөмерлі үміткер болған. Менімше тағы бірнеше жекпе-жек өткізіп, сосын 2 түрлі дивизион чемпионы боламын дей аламын. Бұл біздің Шафқаттан қашқаны ма, қалай ойлайсыздар? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сенің менеджерің Саят сені бір Таиландта ресейлік шоуда түсіп жатыр дейді. Сол жайлы айтшы. Шынымен біз қазір түсіп жатырық ресейлік шоуға Хамзат Шемаевпен бірге. Мен бапкер ретіндемін, Хамзат та бапкер, мен өзім топ адамым бар, оның да топ адамым бар. Сонымен түсіп жатырық, керемет уақыт өткізіп жатырық. Жаттығамыз, түсеміз. Одан кейін жағада демаламыз. Сондай бір өзіндік демалыс. Мен жекпе-жегім жоқ қой, не дегенмен. Я не хочу тебя лишнего что-то говорить. Я говорил, я Фартова тоже так же сказал. Ислам жайлы айтатын болсақ, сен онымен осы жылы төбелесуің керек еді. Оның бірақ қолы жарақатталып қалды. Қалай ойлайсың, не дейсің осы жайлы? Менеджер маған осы қазанда Исламмен қарсы шығамын деп айтқан болатын. Сосын Исламның өзі жарақат алдым деп, және желтоқсанда шығалам деген. Немесе келесі жылда. Бұл енді қынжылтадым еді. Енді мен дайындалып, күткен едім осы жекпе-жекті, өзім ең керемет формадамын. Қазанда дайындалам, қазанда төбелесемін деп. Енді қайтеміз енді. Желтоқсан болса желтоқсан. Маған бәрібір. Мен күтем, дайындалам. Қолымнан келгенімше. Айтпақшы, мына Порьенің сұхбатта айтқанын естіп педің? Ол сенімен қарсы уақытша белбеу үшін шығуды ұсынған болатын. Не ойлайсың? Порьемен шығатын бедің? Енді Ислам осы жылы шықпаса, менімше, болады. Уақытша белбеуге шығуым керек. Бірақ кімге қарсы ол маңызды емес. Бірақ Порье жайлы не ойлайсың? Порье мықты жауынгер, ардагер. Әрине, қызық болар еді оймен қарсы шығу. Немесе Гейджимен, немесе Чендлермен. Білмеймін, бәрібір мен Исламға қарсы шыққым келеді. Ал сіздер Арманның кіммен қарсы шыққанын қалар едіңіздер? Комментарияға өз ойларыңызды жазып, қазақ бауырларыңызды қолдап, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.